Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз бірінші сыныпқа арналған, тақырыбы тағамдар музыка әлемінде. Сабақтың мақсаты тыңдалған музыкалық шығарманың көңіл күйін, ырғағын, динамикасын анықтау. Сонымен қатар қазақтың ұлттық тағамы және сусындары туралы түсінік беру. Бүгінгі тақырып бойынша сіздерге оқулықта бауырсақ әнін ұсынған екен. Яғни, бауырсақ дегеніміз не? Бауырсақ қазақтың ұлттық тағамы, дастарханның сәні. Бауырсақ өте дәмді, әрі тойымды тағам. Адам оны сүйсініп жейді. Сіздер үйде аналарыңыздың, әжелеріңіздің тәтті бауырсақ пісіргенде ыстықта жесеңіздер, бауырсақ сондай дәмді екені сезіледі. Бауырсақты кез келген әрбір қонақтың дастарханына ұсынып жатамыз. Яғни, біздің қазақ халқы қонақ күту атадан балаға мирас болып келе жатқан дәстүр деп айтады. Қазақтар қонақты сыйлап төрге шығарған. Әр қонаққа құрмет көрсетіп, дастархан жайған. Бұл дәстүр қазіргі кезде де жалғасып келеді. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, дәмді піскен бауырсақ бейнесі тұр. Өздеріңіз білетіндей, бауырсақтың пішіні домалақ, сопақша болып, әртүрлі пішінде кесіледі. Осындай бауырсақты әр қазақтың шаңырағында, дастарханда көруге болады. Мінекей, өздеріңіз көргендей, үлкен әжелеріміз жақсы көңіл күймен сіздерге бауырсақ ұсынып тұрған сәті. Бауырсақты дастарханға шын көңіл күймен қояды. Сіздердің де көңіл күйлеріңіз көтерілген болар. Көтерілсе, келесі жаңа ән үйрену бөліміне көшеміз. Бауырсақ әні. Әнін жазған Әсет Бейсеуов, сөзі Нұрлан Арынов. Қазір осы әнді барлығымыз бірге тыңдап, орындап көрейік. Енді сіздер осы әннің бірінші шумағын жаттай қойыңыздар. Қазір барлығымыз бірге қайталап айтып көрейік. Әжем келді ауылдан, алақай-ау, алақай. Әже бары жақсы ғой, қуанышы
балақай. Сіздерге сөзі дұрыс меңгерсеңіздер сөзін, онда осы бірінші жолын жаттап аламыз. Қосымша тағы да мен сіздерге жіберемін. Әнді мұқият тыңдаймыз, сөзін дұрыстап айтамыз, әуенін жаттап аламыз. Келесі бірінші тапсырма. Мына суретке қарап, шағын әңгіме құра. Өз пікіріңді ортаға сал. Өздеріңіз көріп отырғандай, суретте қазақтың нағыз тіршілігі бейнеленген. Осы суретті негізге ала отырып, әрбір оқушы шағын әңгіме құрап көрсін. Сонымен қатар, қазақтың ұлттық сусындарына тоқталып өтеміз. Бұл сусындарды қазақтар өз қонақтарына ұсына білген. Бірінші сусын қымыз, яғни биеден алынады. Сүтін арнайы ашытып, пісіріп, қымыз сусынын дайындайды. Дәрумендерге бай, шөлді басатын сусын болып табылады. Келесі шұбат сусыны. Ол түйе малынан алынады. Шұбаттың емдік қасиеті өте көп. Ұлттық сусындардың бірі айран. Айранды күнделікті үйде дастарханнан көріп жүрген боларсыздар. Яғни айранды сүттен үйітіп жасайды. Ұлттық сусындардың бірі сүт. Сүттен көптеген өнімдер жасалынады. Құрт, май, айран, ірімшік, сары су, қаймақ және тағы басқалары жасалынады. Ұлттық сусындар туралы түсініктер сіздерге анық болса, онда 3 тілділік сөздік қорды барлығымыз бірге айтып өтейік. Менімен бірге қайталаңыздар. Тағам, еда, фуд, сусын, напиток, дринк. Сіздерге түсінікті болса, онда келесі сұрақтарға жауап береміз. Ән не туралы? Келесі сұрақ. Әннің көңіл күйі қандай? Келесі сұрақ. Әннің екпіні қандай? Келесі сұрақ. Дастархан әзірлегенде не қоямыз? Келесі сұрақ. Кімдер үшін дастархан әзірленеді? Сұрақтарға мұқият жауап берсеңіздер, өздеріңізге түртіп алыңыздар. Мен бүгінгі сабақтан не білдім? Бүгін мен не үйрендім? Мен үшін қандай тапсырма қиын болды? Үйге тапсырма. Әннің бір шумағын айтып үйрену. Ұлттық сусындарды жаттау. Ақ дастархан туралы әңгімелеу. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.